Сәлем достар, бүгін бірге біз көже пісіреміз. Осылай кастрюльге су құямыз. Бізге перловка қажет болады. Примерно осындай. Магазиннен көрсеңдер табасыңдар. Суымызды қайнатамыз. Шамамен 1-2,5 литр шығар мынада. Сосын перловканы саламыз. Пісіреміз. Былғап тұрыңдар. Піскенде көтеріліп, бітіп сыртынан төгіліп кетпесін қарап қойыңдар. Потом піскеннен кейін суытып аламыз толығымен. Суытып аламыз. Примерно осындай болады піскенде. Кейін айран керек болады. Айран, сүт, ашып кеткен сүт. Ашып кеткен сүт айран болады, сол ашып кеткен сүтте жарай береді. Осылай құясыңдар. Примерно жаңағы 2,5 литрге бір баклажка құясыңдар. Не бар? Дәміне қарай, мысалы, сүтті мол болсын десеңдер, көбірек құясыңдар. Дәміне қарай тұз саласыңдар көжеге. Сосын түнге қойып қоясыңдар жылы жерге. Бұл таңертең Или салқын жерге. көже топчық. Сосын осындай күшті көже дайын болады. Шығыс жақта көже андай кеспе екен, ал бізде батыста көже осындай перловка қосылған, салқын, шөлді қандыратын, қарныңды ашырмайтын күшті сусын.